Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтетін оқу бөлімі сауат ашу. Оқу қызметін бастамас бұрын, сіздердің оқуға деген көңіл-күйлеріңіз қандай екен және қай күлегештің көңіл-күйіне сай келіп тұрғанын білгім келеді балалар. Қане, көңіл-күйімізді білдіре қояйықшы балалар. Жарайсыздар. Осындай көңіл-күймен ширату өлең жолдарын айтып алайық. Бес болсын алар бағамыз, біліммен бақыт табамыз. Өнерменен өрістеп, өсе берсін санамыз. Мақсатымыз білім алу, міндетіміз еңбек ету. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі ұйымдастырылып отырған оқу қызметінің тақырыбы Ф дыбысымен әрпі. Мақсаты: дауысты дауыссыз дыбыстарды ажырату, дыбыстық талдау жасау, сөздерді буынға бөлу. Балалар, бүгін Ф әрпімен таныс боламыз. Қане бәріміз қайталайықшы. Ф. Ф. Ф әрпі қатаң дауыссыз дыбыс. Ф әрпінен кездесетін сөздерді айтайық. Телефон, фигура, кофе, футбол, фен, фотоаппарат. Бұл жерде Ф әрпі сөздердің басында және ортасында кездесіп тұр. Балалар, футбол сөзін буынға бөлейік. Футбол, екі буын. Телефон сөзін буынға бөлейікші. Телефон. Неше буын екен балалар? 3 буын бар екен. Телефон. Жарайсыздар балалар. Енді оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударып тыңдаймыз. Дүкен сөресінде жатқан кәмпит вафлиге былай деді: мені балалар өте жақсы көреді. Менің пішінім әртүрлі. Бірде футбол добына, бірде пирамидаға ұқсаймын. Мен фабрикада жасаламын. Циркте күшіктер де аф-аф деп кәмпит жеу үшін түрлі тапсырмаларды орындайды. Кәмпиттің сөзін тыңдап жатқан вафлиді бір бала сатып алып кетті. Балалар, бұл жерде Ф әрпі кездесетін сөздерді естідіңдер ме? Әрине, вафли, футбол сөзі. Жарайсыздар балалар. Ф арқасын тіреп жабысып, екірі қалған қабысып. Ал енді балалар, Ф әрпін дәптерге жазып үйренеміз. Балалар, оқулықтағы 3-ші тапсырманы орындаймыз. Заттардың атауын ата, сөздерге дыбыстық талдау жаса, сөздерді буынға бөл. Заттарға дыбыстық талдау жасаймыз және буынға бөлеміз. Балалар, бағдаршамның суретін салып, егер сабақ түсінікті болған болса, жасыл түсті түсін бояңдар. Сабақ түсініксіз болған болса, қызыл түсті бояңдар. Сау болыңдар балалар.